Саламатсыз ба көрермен? Қызылшаның 40 түрлі шипасы барын білесіз бе? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болады. Келесі видеом құрт құрамындағы 7 қасиет туралы болмақ. Алдымен денсаулыққа пайдалы жаңа видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Ескерту, халық емін қолданбас бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Негізінде қант қызылшасын қанды көбейту, қақырықты босату, сіңірлерді бекемдеу, денені қуаттандыру үшін пайдаланады. Сондай-ақ оны төменде көрсетілетін 7 ауруға қарсы пайдалануға да болады екен. Бірінші, көкбауыр ауырғанда қант қызылшасын сірке суы және қышамен араластырып сырқаттанған адамға ішкізсе, көкбауырдағы бөгеттердің ашылуына көмектесіп, аурудан айықтырады. Екінші, бір жақ шеке ауырғанда, бас немесе қол-аяқтың қалтырауында қант қызылшасын суық балмен араластырып, мұрынға таңса, ауру белгілері жеңілдейді. Үшінші, құлақ ауырғанда қант қызылшасы жапырағының суын сығып алып, балмен қосып қайнатып, жылы күйінде құлаққа тамызады. Төртінші, бит пен қайызғақты кетіруге пайдалы. Қант қызылшасы жапырағының сөлі мен шашты жуатын болсаңыз, мазаңызды кетірген бит пен сірке көзге сүйкімсіз көрінетін қайызғақтан құтыла аласыз. Бесінші, іш кернегенде. Үлкен адамдардың іші кеуіп, кірнелеп ауырған кезде қант қызылшасына қыша, аздап су араласқан сірке суымен қосып, қайнатып ішуге болады деп жазады Ауырмаңыз газеті. Бұл тәсіл іштегі желді айдап, бүріп ауырғанды басады. Ол үшін 1 литр суға 1-2 тамшы сірке суын қосасыз. Бұл тәсілді 12 жасқа толмаған балаларға пайдаланбаған дұрыс. Алтыншы, ағзаны тазартады. Адам ағзасында түрлі шлактар, қалдықтар тұнып қалатыны белгілі. Қант қызылшасы шектердегі сол қалдықтарды тазалайды, артық тұздарды қуады. Жетінші, ер адамдарға аса пайдалы. Қызылша тұнбасы әсіресе ер азаматтар үшін ағзаны тазартуда зор көмек бере алады. Сәбіз бен қияр шырына қосылып әзірленетін бұл тұнба ер азаматтардың жыныс безін зиянды элементтерден арылтуға көп көмек. Ол үшін күніне бір мезгіл таңғы астың алдында не тамақтан кейін жарты стақан шырын ішу керек. Ал сіз қызылшаны қандай емдік мақсатта қолданасыз? Пікір бөліміне жаза кетіңіз. Осымен бүгінгі видеом аяқталды. Видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.